Адамзатқа орнытылмас қасірет әкелген Чернобыль оқиғасына биыл 35 жыл толады. 1986 жылы сәуір айындағы Чернобыльдегі апат әлемді дүр сілкіндірді. Бұл оқиға қаншама адамның тәнін ғана емес, жүрегіне де жара қалдырды. Чернобыль Украинадағы шағын қалалардың бірі. Мұндағы атом электр станциясы 1971 жылы салына бастаған. Жоспар бойынша 6 энергия блогының барлығы іске қосылған жағдайда, ол Еуропадағы ең алып атом электр станциясына айналуы тиіс еді. Апатты жағдай бәрін бұзды. Апаттан кейін жарылған 4 блоктың реакторынан небәрі 8 минутта шыққан 140 тонна радиоактивті отын ауаға тарап, оның зияны ақш-тың Хиросима мен Нагасаки қалаларына тастаған 2 атом бомбасының қуатына тең болды. 1986 жылы 26 сәуір түнгі уақытта небәрі 23 минут 58 секундта әсемде ежелгі Киев қаласынан небәрі 157 шақырым қашықтықтағы Чернобыль атом электр станциясында адам айтқысыз апат болды. Талайдың тағдырын шайқаған Чернобыль апатын залалсыздандыруға Кеңес одағы бойынша 276 әскери бөлім қатысқан. Солардың ішінде әскерде жүргендері бар, азаматтық борышын бұрын өтегендерден қайта шақырылғандары бар. Жалпы алғанда 30 мыңнан астам қазақстандықтар бір кісідей жан аямай атсалысты. Бұл қайғылы апаттың зардабы қаншалықты ұзаққа баратыны әлі белгісіз. Чернобыль реакторындағы алапат апаттың орын алғанына ширек ғасыр өтті. Алайда оның зардаптары әлі күнге дейін толастаған жоқ. Алапат апат күллі адамзаттың қасіретін айналды. Онда қазір радиация деңгейі төмендегенмен, қорғаныс шаралары әлі сол қалпында қалып отыр.